жерге шаттық шеңберіне тұрамыз. Келіңіздер. Кел. Шаттық шеңберін құрыңыздар. Кел. Тез. Bir-birimizді қолымыздан ұстамаймыз. Қайырлы күн, балалар. Қазір біз көңіл күйімізді көтеру үшін алдымен кішкене бір қызық жаттығу жасап жіберейік. Бұл біздің ойынымыздың аты қауын құлпынай қарбыз деп аталады. Бірінші шартын ойынын түсініп алыңыздар. Қауын деген кезде бір қадам алға жүреміз. Қарбыз деп айтсам, бір қадам артқа жүреміз. Құлпынай деп айтсам, орнымызда айналамыз. Түсінікті ме? Ал кеттік. Қауын, құлпынай, орнымызда айналамыз. Қарбыз, құлпынай, қауын. Өте тамаша. Қарбыз, өте тамаша. Балалар, енді қараңыздар. Қазір бірінші сіздерді мен топқа бөліп алайын. Ол үшін мына жерде дайын топқа яғни мына жерде қошқар мүйіз және құс тұмсық деп екі тобымыз бар. Бірінші қошқар мүйіз тобына Олжас Халима, Амирхан Нұрай Айзере барады. Ал келесі топқа қалған оқушылар келе қояды екен. Түсінікті ме? Келіңіздер, отыра қойыңыздар. Түсіндіңіздер ме? Келе қойыңыздар. Келіңдер. Амирхан, ал, отырамыз. Өте тамаша. Енді балалар, біз қазір ең бірінші көңіл аударайық. Бізде білеміз, барлығымыз кітабымыз жоқ. Біздің кітабымыз Топик Кізі платформасымен жұмыс жасаймыз. Сондықтан бүгінгі тақырыбымыз 18-ші тақырыпқа келдік. Жобамен жұмыс жасау керек. Еске түсіруіміз керек. Алдыңғы сабақта біз немен таныстық? Қандай редактормен таныстық? Мәтіндік редактормен таныстық. Мәтіндік редактордың аты қандай деді? Word деп айтты. Енді сол үй жұмысын еске түсіру үшін мына жерде сәйкестендіруді орындап жіберейік. Яғни бізде дайын суреттер берілген және сол суреттердің анықтамалығы берілген аттары. Осыны әрқайсымыз бір-бірден келіп сәйкестендіре қояйық. Ал Амирхан баста қалаған өзі. Ал мына жерде қара. Монитор, пернетақтар, тышқан, жүйелік блок. Қайсысына сәйкестендіресің? Қайсысын тауып тұрсың? Мониторды қайда апарасын? Мониторға апарамыз. Монитор қайда? Дұрыс емес екен. Ал кім көмектеседі Амирханға? Амирханға кім көмектеседі? Кел ғой. Олжас, монитор қайда? Амирхан отыра ғой сен. Сен ғой? Енді Олжас сен сәйкестендір. Қайсысын сәйкестендіресің? Пернетақта. Тоқта ал, қолыңмен ал, асықпа. Қаламен алсаң да болады. Ал, жарайсың. Олжас отыр, Амирхан отыр, Нұрсұлтан, Нұрболат. Сен қайсысын аласың? Аламыз. Мына жақтан аламыз. Сөздерді аламыз да сәйкестендіреміз. Мына жер танитындарың бар ма екен? Танитын суреттерің бар ма екен? Мынау не? Тышқан деген сөз тауып ал. Жарайсың. Келесі, келе ғой. Кезекпен тез келе қояқыздар. Бізде баға қойылмайды, сондықтан барлықтарына жүйелік не дейді? Алып барсашы. Ол соған барам екен ол. Ол қызметке барам екен. Ал жақсы. Келесі, Халима.
естиміз дейді. Құлағымызбен естиміз. Қайда? Құлағымызбен. Қайсысын ал? Не қалды? Мына жақтың бәрі бітті. Мына жеріне робот дейді. Адам жұмысын жеңілдететін автоматты құрылғы дейді. Келесі. Кім қалды? Кем ол? Ақпараттық процестерді жүзеге асыратын құрал. Ақпараттық процестерді дейді. Неге байланысты? Барлығы. Немесе жүйелік блок дейді. Немесе үлкен әріппен жазу үшін қандай? Жоқ. Батырма. Келесі оқушы кім қалды? Келе. Олжас, сен болдың ғой? Кетпесеш соң. Қалың қара қисық жазу және шрифт қалды. Қайсысы деп ойлайсың? Үлкен әріппен жазу үшін қандай пернені қолданамыз дейді. Өткен сабағымыз. Енді мына жерде отырады. Қалың қара қисық жазуды қалай жазамыз дейді. Осы дұрыс деп ойлайсың ба? Разбек, дұрыс деп ойлап тұрсың ба? Жалпы бұл дұрыс емес. Неге десеңіздер, қалың қара қисық жазуды басқа қызметпен жазады екенбіз. Түсінікті ме? Үй жұмысын. Енді балалар, қазір сіздерге енді бүгінгі күннің жарын жазамыз балалар. Бүгін 21-ші қаңтар 2025 жыл. Қазір дәптерімізге күннің жарын жазамыз. Тақырыбымызды жазамыз. Жобаға арналған идея деп жазамыз. Жобаға арналған идея. Енді қараймыз. Бүгін біздің сабағымыздың мақсаты мәтін теру ережесін сақтай отырып, перне тақта батырмалар арқылы мәтінді ерекшелеу түрлерін үйрену екен. Яғни біз өткен сабақта Word мәтіндік редакторын іске қосуды және бас әріптермен жазуды қарастырған едік. Shift пернесіменен басып тұрып бас әріппен бір әріп қана жазылады дедік, ал капслок пернесін бассақ, бірнеше сөйлем болсын, әріптер болсын, бірнеше баса береміз деп айтты. Енді балалар, мына жердегі суретке көңіл аударайықшы барлығымыз. Бүгінгі сабағымыз біздің жобаға байланысты екен. Енді халқымыздың қандай ұлттық өнер түрлерін білесіңдер дейді. Біз мына жерде суретке назар аударсақ та болады. Болмаса, мына жақта макетіміз тұр. Қазақтың халқының өнеріне байланысты мына жерде макетіміз тұр. Осы макетте қараңыздар, киіз үйдің макеті бар. Оның ішінде жиһаздар, әшекей бұйымдар, ыдыстар, күнделікті қолданылатын жаңағы ағаш заттарымыз бар екен. Енді осы бұйымдарымыздың барлығында бізге ұлттық өнерге байланысты қандай бір-біріне ұқсас ортақ зат бар деп ойлайсыздар? Ою, өте дұрыс айтасыздар. Яғни біз ата-бабамыздан келе жатқан барлық бұйымдарға, қолданылатын бұйымның барлығына әшекей ретінде ою өрнек салады екенбіз. Енді қараңыздар, ою өрнекті тек қана неге салған? Киіз үйіміздің барлық безендіретін киізге салған, кілемге салған, ағаштарына, қуық шаңырақтың есігіне барлығына салған, қолданатын бесікке де салған, бала тербететін, көрпешеге салған, және әртүрлі әшекей бұйымдарға да салған екен. Бүгін біз осы ою өрнекті Word бағдарламасында жазуды және Word бағдарламасында қоюды және көшіруді үйренеді екенбіз. Енді
мәтінді ерекшелейміз. Егер тұтас жолды ерекшелейтін болсақ, тінтуірдің сол жағындағы батырмамен жолдың басына бір рет шектелдікеміз. Жолдың басы деген қай жер? Мына сол жақ шеті, үстіңгі жағы. Ал егер абзац, яғни бірнеше көлемді сөйлемді бір абзацты ерекшелейтін болсақ, онда тінтуірдің сол жағындағы батырмамен бос алаңды екі рет шертеді екенбіз. Ал тұтас мәтінді ерекшелейтін болсақ, онда батырманың бос алаңы 3 рет шертіледі екен. Мына ережемен таныстық па? Түсіне алдық па? Енді түсінсек, мына жерде сіздерге алдарыңызға желімді бұл дәптерге көшірудің қажеті жоқ, бірақ кітабыңыз жоқ қоя. Сондықтан мына осы ережені дәптерге мына желіммен кезектесіп алып, жабыстырып алайық. Өздеріңе бар осында болды. Ал кезектесіп көшірмейміз, тек желімдеп жаламыз. Көшірмейміз, желімді жағамыз. Бірнеше символдар бар екен. Ол символдарды қалай енгіземіз? Мына жерге қараңыздар. 6 түрлі символ тұр, я? Біріншісі не? Пайыз, я? Екіншісі дез, үшіншісі айқұлақ, төртіншісі теңдік, бесіншісі деп белгі, алтыншысы қисықсыз, я? Осы символдарды біз егер жұмыс барысында қолданатын болсақ, біріншіден міндетті түрде компьютердің тілін ағылшын тіліне ауыстырып аламыз. Екіншіден, шартта тексеріп жатсыздар ма? Дұрыс па екен? Балалар шаттаспақты ма? Яғни біз қазір пазл әдісі. Келесі практикалық тапсырмаға өтпестен бұрын сіздер зерігіп бастап жатсыздар, я? Ұйқы келіп бастап жатыр. Кішкене Ақмарал апайымызды сергіту сәтіне шақырайық. Ағылшын тіліне сергіту сәтін өткізейік. Отырамыз, тұрмаймыз, отырамыз. Ақмарал апайымыз келді. Okay, so good day everyone, dear teachers and pupils. I want to give information about your patterns. Your topic will be words and Kazakh traditional patterns. The first, оқушылар қазір сіздерге жаңа сіздер танысқан оюлар туралы ағылшынша мәліметтер беретін болады. The first, our patterns, қошқар мүйіз. In this pattern will be translated Koshkar Muse, and we can. How do you understand this Koshkar Muse? Why we call it Koshkar Muse? Because Koshkar Muse footprints, blueprints, and this reflected by the freedom movement and ability our Kazakh people and describe our daily life. Перде тақтамыздың мына соңғы жағында орналасқан U әрпінің қасындағы пердені басады екенбіз. Енді осыны барлығын біз жоба қорғауда орындайды екенбіз. Қазір енді мен осы айтқан тапсырма ретінде сіздерге қалай менің айтқаным бірден түсіндіңіздер ме? Соны білу үшін мен сіздерге қазір тапсырма берейін деп тұрмын. Дәл осыны қазір сіздер мына жерде мен екеуара жұптық жұмыс, екі оқушы болып біріктіресіздер, тапсырманы біріктіріп аласыздар. Содан кейін бар тақтада, дәл тақтадағы тапсырма мына жерде тұр. Менің айтқанымның қалай түсіндіңіздер? Мына жерге әкеліп сол белгінің қасына орналастырасыздар. Түсіндіре
жаздым ба? Болмаса, мына жерге желімге қосып, мына ақ бетке клейлеймін. Мынаны біріктіріп та клейлеймін. Ең оңай. Сендерге. Сен бір өзің орындайсың, енді жұбың жоқ. Сен екеуіңе көрттің берейін. Сен өзің орындайсың. Желім ана алдында тұр. Мынаға жабыстырамыз, кейін тоқтаға бар. Осыны енді біріктіріп жабыстырамыз. Мына жерде кейін дейсіз, үлкен ғой тапшыларым. Апай, бұл. Қайда, алып дейін. Алып барамыз, өте тамаша. Алып апарып қоямыз. Мен дұрыс жауабын шығарамын, әкеле алайын. Әкел, бар, апар ау. Бар, қағаздарды апар ау. Ең бірінші не істейміз дедім? Бұл символдарды экранға шығару үшін не істейміз бірінші? Қай тілді таңдаймыз дедім. Айқын, қай тілді таңдаймыз? Ағылшын тілін таңдаймыз. Иә, апар. Дұрыс. Апар. Осыны тышқандың, тінтуірдің сол жағымен екі рет шертеміз. Міне шықты, түсініп ма? Microsoft Word деген бізге терезе шықты. Осы терезеге мына тышқанға қараңыздар. Тышқанның меңзерімен төмен жағына алып келіп, тілді қазақ тіліне ауыстырдым. Көрдіңіздер ма? Командасын орындадым. Енді осы жерге ою өрнек деп жазамын. Ою өрнек деп тақырып қойдым. Енді осы тақырыпты ортаға келтіру үшін мына жерде ортаға келтіру батырмасын бастым. Көрдік па? Енді перне тақтадағы Enter пернесін басамын, қошқар мүйіз деп жазамын. Қошқар мүйіз деп жаздым. Енді бүгінгі мана сіздерге түсіндіргенімдей, осы сөзді 3 рет мен қазір көшіріп қоямын. Яғни, мышканы тышқанды алып келіп, сөзімізді ерекшелейміз. Мына жерде баста, мына жерде копировать, көшіру деген сөз тұр. Осыны бастап болады, немесе мына тышқанның оң жағын басып, копировать деген сөзді басуымызға болады. Мына қошқар мүйіз, мына жақпен бір көрсетейін. Яғни терезедегі копировать, көшіру деген сөзін алдым. Қошқар мүйіз деген сөздің қасына алып келдім. Арасын аштым. Қою, ставить. Көрдіңіздер ма? Менің сөзім екеу болды. Енді келесі басқа тағы бір әдісін көрсетейін. Яғни осы сөзді қайтадан ерекшелеп аламын. Тышқанның оң жақ батырмасын басамын. Оң жақ батырмасын басып, копировать, көшіру деген сөзді басамын. Қайтадан керек жерге тышқанымыздың меңзерді алып келеміз да, қайтадан тышқанның оң жағын басып, осы жерге вставить етеміз. Мына жерде А деген басқа, қошқар мүйіз деген сөз 3 түрлі жолмен жазылды. Түсіндік па? Біріншісін мен перне тақтадан жаздым. Екіншісін, яғни терезедегі дайын мына жердегі команданы орындадым. Ал үшінші қошқар мүйіз деген сөзді тышқанның көмегімен жаздым. Түсіндік па? Енді біз өрнегімізді жағындағы мына жердегі жинап қою деген батырма бар, соны басамын. Міне жиналды. Экрандарымызда мынандай жасыл қошқар мүйіз тұр. Дайын. Осы қошқар мүйізді 2 рет басып, біздің оюымыз ашылады. Манағы тышқанменен көшіру командасын орындаймыз. Мына жерге әкеліп, тышқанның оң жағын басамыз, копировать деген сөзді басамыз. Мына жерде астында есеп тақтасында біздің манағы жазған
Word мәтіндік редакторымыз дайын тұр. Осыны басып, осы жерге әкеліп, вставить, қою дегенді бассақ, біздің өрнегіміз, біздің файлымызға келіп орналасты. Түсіндік па? Енді осы өрнекті қайсына әкеліп тағы да көбейтсек болады екен. Ол үшін тура манағы команданы қайталайтын екенбіз. Қайтадан вставить бассақ, тағы да бір өрнек пайда болады екен. Дәл осы практикалық жұмысты қазір біз компьютерде орындаймыз. Енді келіп компьютерға жайғасып отырайық. Мына жерге келіңіздер. Мына жерге кішкене басып жіберіңіздер. Ана ашық тұрған компьютерға отырыңыздар. Болмаса мынаны отырыңыздар. Орындық алды. Мына ашық тұрған компьютерға отырсаңыздар да болады. Отыр. Отырамыз. Қайма сенің. Менде бар ма? Бүгін біз не үйрендік соған? Сәл қайталап жіберейікші. Не қарастырдық бүгін біз? Тінтуір вышканың көмегімен не істеуге болатынын білдік. Не істеуге болады екен? Көп зат. Мысалы, көшіруге болады екен сөйлемді. Тағы нені көшіруге болады екен? Үлкейтуге болады екен. Тағы не істеуге болады екен? Тілін ауыстыруға болады екен. Тағы не істеуге болады екен? Тұтастықты ерекшелеуге болады екен. Абзацты ерекшелеуге болады екен. Сосын тұтас мәтінді ерекшелеуге болады екен. Өте тамаша. Және қараймыз. Және не білдік? Ағылшын тіліне өтіп не істеуге болады екен? Символдардың батырмасымен жұмыс жасауға болады екен. Содан кейін не үйрендік? Практикалық жұмыста не орындадық? Word мәтіндік редакторында не істедік? Мәтін жаздық па? Сөйлем жаздық, я? Қандай сөйлем жаздық? Қош, ою, өрнек, тағы қошқар мүйіз деп жаздық. Дұрыс. Және не істедік? Суретті не істедік? Енгіздік. Қалай енгіздік? Не істедік? Қалай енгіздік? Көшірдік және не істедік? Қойдық, я? Bir fayldan al, екінші файлға. Және не білдік? Ою өрнектің түрлерін білдік, я? Білдік па? Білдік, я. Қандай ой өрнектер бар екенін білдік? Енді бұраға қайталау. Осыны бекіту үшін бүгінгі сабағымызды орындап жіберейік, я? Енді қараңыздар. Ерекшелеу үшін тіндуірдің сол жақ батырмасымен жолдың басына бірінші жіберіледі. Абзац, тұтас жол, тұтас мәтін дейді. Қайсы? Тұтас жол. Ал, қойып көрейміз. Қой, жоқ көрсетіп қой. Ал, тұтас жол кетті ма? Енді ерекшелеу үшін тіндуірдің сол жақ батырмасымен абзацты емес, тұтас жолды деп қоятын едік қой біз. Ал, ерекшелеу үшін тіндуірдің сол жақ батырмасымен сол жақ босалаң екі рет шертіледі. Абзацты. Ал, қойды. Ерекшелеу үшін тіндуірдің сол жақ батырмасымен сол жақ босалаң үш рет тұтас мәтінді. Дұрыс па екен? Тексереміз ба? Қазір тексереміз. Енді қараймыз, дұрыс па екен, дұрыс емес па екен? Дұрыс па екен? Бүгінгі сабағымыз түсінікті ме? Түсіндік пе? Үйге енді балалар сіздерге сұрақ қояйыншы. Мәтіндік редактордың өзіне ұнаған 3 қызметінің командасын атайды. Осы бір сұраққа жауап берейінші. Мәтіндік редактор Word'ты өттіріп жатырсыз ба? Соның ішінде 3 команданы айтыңыздаршы, өздеріңіз білетін. Не істеуге болады екен? Бүгін жасадық. Не істедік? Үлкейттік, тағы кішірейттік, тағы көшірдік, ең бастысы. Және не істедік?
Tanıştıramiz. Danışman o'ta sizlarga rahmat aytib, bugungi sabaqqa qatnashganlarimiz uchun rahmat. Sabaq hayotda sog' bo'linglar. Sabah günde tamamsa sizin yeni bağlamayızlar, bırak mantıklarımız araysızlar. Turaversin. Kim depki, final uçkalarından bir